Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Жалпы дәрілерді қалай ішкен дұрыс? Тамақтан бұрын ба, әлде кейін бе? Дәрі сатып алғанда оның ішіндегі нұсқаулықты оқымаймыз. Бірақ кейбір дәрі-дәрмектерді тамақтанудан бірнеше сағат бұрын немесе кейін қабылдау керек. Әйтпесе, оның әсері айтарлықтай төмендейді. Кейбір дәрі-дәрмектерді тамақпен бірге қабылдау керек. Олар тамақпен бірге жақсы сіңеді. Белсенді заттар асқазанның шырышты қабығына қатты зақым келтірмейді. Көбінесе бұл дәрумендер мен әртүрлі тағамдық қоспаларға қатысты препараттар. Олардың көпшілігін таңғы ас немесе түскі ас кезінде ғана ішу керек. Дегенмен, керісінше аш қарынға немесе тамақтанудан 1 сағат бұрын немесе кейін қабылданатын дәрілер бар. Өйткені кейбір препараттар тамақпен бірге сіңбейді. Қандай препараттарды тамақпен бірге ішуге болмайды? Бірінші, антибиотиктер. Бірінші және ең маңызды ереже. Антибиотиктерді тек дәрігер тағайындауы керек. Сіз бұл дәріні жақсы білсеңіз де, оны маманмен кеңеспей қабылдамаңыз. Ал екіншіден, дәріні қабылдамас бұрын дәрігер препаратты қалай қабылдау керегін түсіндірсе де, нұсқаулықты оқып шығыңыз. Егер мұндай жазбалар болмаса, антибиотиктерді кальцийі көп тағамдар, сүт, сүзбе ірімшіктермен бірге ішпеңіз. Олар белсенді ингредиенттердің сіңуіне кедергі келтіруі мүмкін. Екінші, темір. Темір препараттарын профилактикалық мақсатта да денені темір тапшылығынан және анемия сияқты қауіпті патологиялардың дамуынан қорғау үшін де тағайындауға болады. Және олардың жұмыс істеуі үшін мұндай қоспаларды дұрыс қабылдау керек. Темір аш қарынға қабылдағанда жақсы сіңеді. Егер сіз таблетка ішіп 1-2 сағаттан кейін ғана тамақтансаңыз, дәрінің әсері күшті болады. Егер сізде асқазан проблемалары болса, дәрігер темірді тамақпен бірге қабылдауды ұсынуы мүмкін. Препараттың дұрыс сіңуі үшін таблетканы тамақтан кейін кем дегенде 15-20 минуттан кейін ішіңіз. Үшінші, статиндер. Статиндер жүрек, қан тамырлары, артық салмақ немесе метаболизм проблемалары бар адамдарға тағайындалады. Препараттың пайдасын көру үшін оны тамақтан бөлек ішіңіз. Белгілі бір өнімдермен біріктірілгенде статиндер қауіпті болуы мүмкін. Дәрі-дәрмектің артық мөлшері қанға енеді. Бұл денсаулыққа байланысты елеулі проблемаларды тудырады. Тағы бір маңызды жайт. Статиндерді грейпфрут жемісімен бірге қабылдамаңыз. Кез келген басқа дәріні де. Ол ағзадағы кейбір дәрілік компоненттердің алмасуын баяулатады. Бауырды қажетсіз қоспалардан тазартуға жол бермейді. Бұл препараттың артық дозалануына әкелуі мүмкін. Төртінші, қалқанша безіне арналған препараттар. Егер сіз дәрі-дәрмекті тағаммен біріктірсеңіз, онда ол өзінің тиімділігін жартылай жоғалтады. Демек, емдеу толық болмайды. Сондықтан алдымен дәрі ішіп 1 сағат күтіңіз, содан кейін түскі немесе кешкі ас ішуді бастаңыз.